2021 жылғы «Бір ел бір кітап» республикалық акциясы аясында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай енген 30 кітапты насихаттау мақсатында балалар әдебиеті бөліміндегі Зира Наурызбаева мен Лилия Калаустың «Алтын тостағанды іздеу» кітабына ұйымдастырылған буктрейлерді назарларыңызға ұсынамын. Зира Наурызбаева мен Лилия Калаус отандық әдебиетте өзіндік орны бар қаламгерлер. Зира Наурызбаева байсалды ғалым, эссетанушы, балалар әдебиетіне мүлдем қатысы жоқ жазушы. Лилия Калаус болса филолог, блогер, сценарийші, радио жүргізуші, әдеби шеберліктен дәріс беретін ұстаз. Осында екі мықты өз ісінің екі шебері күш біріктіргеннен кейін керемет шығарма жазылатыны сөзсіз. Екеуінің бірігіп жазған алғашқы кітабы «Алтын тостағанды іздеу» бірнеше марапатқа ие болған. Ол 2014 жылы Орта Азиялық елдерінің ашық кітап форумында 3-ші орынды иеленді және Меломан желісінің нұсқасы бойынша қазақстандық бестселлерлердің алғашқы ондығына, сондай-ақ бастауыш сыныптарға арнап ұсынылатын қосымша әдебиеттердің тізіміне енді. Зира Наурызбаева мен Лилия Калаус екеуі де жеке-жеке белгілі болатын, бірақ бірлескен авторлықта балалар кітабын жазып танымалдыққа ие болды. «Алтын тостағанды іздеу» мифолог пен романтиктің фантастикалық жанрда әрекет элементтерімен және балалар детективімен бірге жазылған. Шығармада қазіргі заман қалалық бала Бату мен оның достарының бастан кешкен оқиғалары туралы баяндалады. Ертегі аңыз кейіпкерлер мен тарихи деректер тәуелсіздік кезеңінің бүгінгі шындығымен байланыстыра суреттелген. Мектеп оқушылары массагеттер князі Аспарамен танысады және онымен бірге ежелгі заманда жұмбақ түрде жоғалып кеткен қасиетті даналық пен әділеттіліктің тостағанын іздеуге барады. Шым-шытырғы оқиғалар жанрында жазылған хикаят жас жеткіншек оқырмандарды қызықтырып, қиялына қанат бітіретін тартымдылығымен оқырманын баурайды. Бұл повесть бастауыш және орта мектеп жасындағы балаларға, сондай-ақ олардың ата-аналарына арналған. Олар кітаптан қазақ мәдениеті мен өнері туралы бұрын өздеріне белгісіз болған көптеген нәрселерді білетіні сөзсіз.